Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Жақсы. Ал бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Көңіл-күй қалай? Жақсы ма? Иә. Бүгінгі сабаққа кірісейік, кіріспес бұрын өткен сабақтарды бір қайталап аламыз. Хорошо? Өткен тақырыптарда бізде қандай сабақтарда қандай тақырып болды? Айта қойды, Темірлан. Ақсу-Жабағылы қорығы туралы өттік, тағы да Томирис. Шайтан көл туралы аңызды естідік. Әлімдар. Әнші-құм, тамаша, Айбек. Алтын емел ұлттық табиғи саябағы туралы айттық, тағы да қандай тақырыптар болды? Ақсу-Жабағын айттық, жақсы. Міне осындай табиғаттың тылсым сырына толы қызықты да, сонда бізге бір әрі қызықты болған тақырыптарды өттік бірге. Ал енді бүгін бізде жаңа тақырып балалар. Жаңа тақырып ер есімі ел есімде, бұл Ұлы Отан соғысына. Жұмыс дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күнді жазамыз. Мынау көрінбей тұрса, доскаға да электронды тақтаға шығарып қойдық. Мамырдың 12-сі сынып жұмысы. Ер есімі ел есімде. Ер есімі ел есімде. Ұлы Отан соғысына арналатын тақырып болады. Бұл бізге белгілі адамзат тарихындағы сондай ерекше орын алатын үлкен қайғы қасіретке алып келген соғыс болады. Дұрыс па балалар? Жақсы. Жас болса енді әдеттегідей жаңа сөздерге кірісеміз. Біздің бүгінгі сабақта қандай жаңа сөздер бар екен? Қане сөздік дәптерімізді ашайық. Сөздік дәптерімізді ашайық. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін жазып аламыз. Кескілескен, кескілескен, жан қилы соғыс, сүбелі үлес, талқандау және асқақтату деген жаңа сөздер бар екен бүгінімізде. Олай болса, жаңа сөздерді жазып алған болса, енді бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты. Бүгінгі сабақта біз нені үйренеміз, соған назар аударайықшы. Бүгінгі сабақта жалпы адамзат тарихында болған, сонымен қатар біздің отанымыздың, біздің отандастарымыздың да тарихында, қазақ тарихында да ерекше орын алатын Ұлы Отан соғысы туралы білеміз. Және соғыс ардагерлері, тыл ардагерлері туралы да біраз мәлімет жинаймыз деп ойлаймын. Және сонымен қатар шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құрып, соған сүйеніп баяндауды үйренеді екенбіз. Жақсы. Олай болса, балалар бірінші тапсырмаға назар аударайық. Қане, бірінші тапсырма бізде 122-ші бетте орналасқан. Суреттерді көріп тұрмыз ғой, Қандай суреттерді көріп тұрмыз? Балалар, қане, суретті қысқаша, ауызша сипаттап берейікші. Бірінші суретте нені байқауға болады? Темірлан, айта ғой. Бірінші суретте бізбен жасты балалар қайтыс болған адамдарға гүл шоқтарын қойып жатыр, олардың ерліктеріне тағзым жасап жатыр деп айтамыз. Екінші суреттен жібек, не байқаймыз? Ардагерлер. Ветеран дейміз ғой, жібек дұрыс айтады. Ардагерлердің суретін көріп тұрмыз, дұрыс па? Соғыс ардагерлері, тыл ардагерлері деп айтуға болады екен. Келесі үшінші суретте нені байқаймыз? Келесі суретте Дамир, не көріп тұрсың, айтшы? Үшінші суретте ақсақалдар бар. Ақсақалдар, ақсақалдарды көріп тұрмыз, олар не істеп тұр? Құрмет көрсетіп тұр, оның алдында мәңгілік алау жанып тұр екен, Жақсы, және соңғы төртінші суреттен не байқаймыз? Қане, айтыңыздаршы. Төртінші сурет, Айбек. Төртінші соңғы суретте не көріп тұрмыз, Нұрбек? Біз гүлдерді гүлдер, тағы да не бар? Красная звезда, это орден, қызыл жұлдыз орденін көріп тұрмыз. Және әскерилердің басына киетін бас киім қалай аталады? Пилотка, сонымен қатар қандай лентаны көріп тұрмыз? Лента называется
Георгий лентасы деп айтылады ғой балалар. Георгий лентасын және әскери біздегі орден, я бас киімді гүл шоқтары көріп тұрмыз. Демек осы суреттерден біздің бүгінгі тақырыпты шығаруға болады ғой, ер есімі ел есінде ұлы отан соғысы. Дұрыс қой? Жақсы. Енді балалар келесі тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма бұл жазбаша. Жазбаша тапсырмада не істейміз? Үшінші және төртінші сурет, соңғы үшінші, төртінші суреттер бойынша шағын әңгіме құрастырамыз. Бізде қажетті сөздер бар. Қажетті сөздерге назар аударайық. Ерлік, мәңгілік, алау, гүл шоқтары, еске алу, тәрбие сағаты және фильмдер. Хорошо? Удачи. Сәттілік сіздерге. Екінші тапсырма жазбаша жұмысты аяқтадық. Маған қандай сөйлем, қандай әңгіме құрағандарыңызды оқып беріңізші, Тамерлан. Екінші тапсырма. Ұлы отан соғыс туралы көп фильмдер бар. Біздің ата-бабаларымыз сол соғысқа қатысқан, біз еске аламыз. Біз оларға гүл шоқтарын сыйлаймыз. Біздің ата-бабаларымыз ерлік көрсеткен. Жақсы, демек, үшінші, төртінші суреттерді пайдаланыңыз және қажетті сөздерді дұрыс орналастырып, Темірлан бізге жақсы шағын әңгіме құрастырып берген екен. Жібек тыңдайын. Сізде қандай мысал бар? Тыңдаймыз. Ақсақалдар орден мен мәңгілік алау жақта құрмет ақтап жатыр. Құрмет көрсетіп жатыр, жақсы, рахмет. Тәңери, сіз қандай сөйлем құрастырдыңыз? Үшінші суретте тәрбие сағаты өтіп жатыр. Гүлдер мен ордендар жазып жатыр. Жақсы. Тағы да қандай мысалдар келтіреміз? Нұрбекті тыңдайықшы. Бұл соғыстың көп фильмдер бар. Біздің ата-бабамыз бұл соғыста соғысты. Бұл соғыс бізге еске қалады. Жаңа гүл шоқтар бұл соғыстың белгісі. Соғыстың белгісі дейді. Жақсы. Олай болса балалар, демек қажетті сөздерменен үшінші, төртінші, бірінші тапсырмадағы суреттерді пайдалана отырып, ұлы отан соғысына, жалпы ел есімде тақырыбында бірнеше шағын әңгіме, шағын сөйлемдер құрастыра алды. Олай болса, сол сұм жылдарды, тарихи кезеңде болған оқиғаларды бір еске түсірейік. Ол үшін видеоматериалға назар аударайық. Видео тамашалаймыз. Отанышын соғыстан ерт болған ерлердің есімі осы оттай мәңгілік өшпейді. Бұл алау ер есімі ел есінде мәңгі сақталсын деген құрмет. Түсіндің бе, балам? Түсіндім, ата. Айналай. Солау соғыстан сұрапыл жылдарында менің талай майдангер достарым, отан үшін жанын пида еткен балам. Әлі есімде қиян кескі шайқаста қанды бөлек досым Дәуіт екеуміз. Міне, ата, міне. Міне.
Жақсы. Демек, балалар, видео материалда біздің байқағанымыз, ардагер атамыздың өзінің кішкентай немересіне сол сұрапыл жылдардан нетіп жатыр, естелік айтып жатыр. Және кішкентай немересі атасынан не сұрады? Мәңгілік алау туралы сұрады. Бұл неге жанып тұр? Сол кезде атаның берген, ардагер атамыздың берген жауабы қалай болды балалар? Бұл алаудың мәнісі ер есімі ер есімде, ер есімі ер есімде сақталсын деген мағына болатын дейді. Көрдіңіздер ғой, жақсы. Қандай мәнді мағыналы видео материал екен. Жақсы, жалғастырамыз балалар. Видео материал тамашалап алдық. Енді келесі тапсырмаға ойысайық. Келесі тапсырма бізде нөмір 3-ші тапсырма. Бұл жерде шағын мәтін берілген. Мәтінді кезектесіп оқимыз және мәтінде айтылған ойды бірге анықтаймыз. Жақсы, Эвелина бастайды. Ойымыз бастаймыз. Ұлы Отан соғысы халқымыз үшін ең ауыр күнде болды. 4 жыл 1908 бой соғыс жүріп жатты. Бұл күшке жиналған орыс пен тәжік, грузин, белорус, қазақ пен украин сынды ұлттар жауға қарсы соғысты. Жақсы, жалғастырады. Ажар. Өз жері мен отаным үшін келешек ұрпақ үшін аянбады. Ұлы Отан соғысында қазақ жауынгерлері көптеген ерлік көрсетті. Ерлан. Өз жері мен отан үшін ішінде отан үшін аянбады. Ұлы Отан соғысынан жауынгерлер көптеген ерлік көрсетті. Жақсы. Әлемға жалғастырады. Ержүрек жауынгерлер Брест қамалынан бастап Берлинге дейін жетті. Олар Сталинград түбіндегі жертөлелерде Днепр өткелінде Москва мен Ленинград үшін болған ауыр шайқастарда батырлық танытты. Жақсы, Айбек жалғастырады. Украинаны, Прибалтиканы, Қырымды, Белоруссияны, Кавказды жаудан тазартты. Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Германияда жеңіс туын көтерді. Сол отты жылдарда рухы күшті отандастарымыз араласпаған бірде-бір шайқас болмады. Рахмет. Демек, мәтіннен біздің түсінгеніміз балалар, сол сұрапыл жылдар 1941 және 45 жылдар аралығында біздің отандастарымыздың жанкешті ерлігі және отанын елін азат ету жолында жасаған құрбандықтар жайында айтылады. Демек, мәтіннің идеясы балалар, негізгі идеясы сол ата-бабаларымыздың, тек қана ата-бабалар емес, біздің апаларымыз да қатысты ғой. Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, дұрыс па? Міне осындай тарихи тұлғалардың ерлігін мәңгіге есімізде сақтау және өзімізге өнеге болатын. Жақсы балалар, жалғастырамыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бізде 4-ші тапсырмада сұрақ жауап. Дәл осы оқыған мәтініміз негізінде берілген 5 сұраққа толық және қысқаша жауап қайтарамыз. Жазбаша жұмыс. Жарай ма? Демек, мысалыға, Ұлы Отан соғысы қашан басталды? Толық жауап: Ұлы Отан соғысы 1941 жылы 22 маусымда басталды. Ал қысқа жауап 1941 жылы. Жарайды ма? Дәл осы үлгіні пайдаланып тапсырманы орындаймыз. Сәттілік. Жақсы, балалар, олай болса 4-ші тапсырма сұрақ жауап. Берілген 5 сұраққа қысқа және толық жауап жазып шығуымыз керек болған. Олай болса 1-ші сұрақты оқимын. Соғыс қанша уақытқа созылды? Дәмелес 1-ші болып өтерді, толық жауап. Соғыс 5 жыл созылды. 5 жылға созылды. Енді қысқа жауап. 5 жылға созылды. Жақсы, 5 жыл екен. Енді келесі сұрақ. Соғысқа кімдер қатысты? Темірлан. Соғысқа ордагерлер қатысты.
Ардагерлер, ya. Соғысқа біздің ата-бабаларымыз, отандастарымыз, ya, қатысты дейді. Жақсы, отыра қой. Ал қысқа жауап бар ма? Ардагерлер деп қысқа жауап қойыпты. Жақсы, келесі сұрақ. Ержүрек жауынгерлер қай жерден, қай жерге дейін соғысты? Қай жерден басталды соғыс? Және қай жерге дейін барды? Намер? Германия Берлинге дейін барды, я? Иә, ол түсінікті ғой. Қай жерден басталды? Ага, жақсы. Ал енді қысқа жауап. Берлинге дейін барды, я? Берлинге Рейхстагқа ту тігіп аяқтады ғой 9 мамырда, дұрыс па? Жақсы. Келесі сұрақ, олар қай жерлерді жаудан тазартты? Қай жерлерді жаудан тазартты? Мәтінде жазылған ғой. Жаңа біз бірге оқыған мәтінде бар ғой, балалар? Айбек, бар ма жауап? Украинаны, Прибалтиканы, Қырымды, Белорусияны, Кавказды жаудан тазартты. Міне дұрыс, я. Демек, бізге берілген жауап, қысқа жауап, аха. Украинаны, Прибалтиканы, Қырымды, Белорусияны, Кавказды. Кавказды дейді. Жақсы, енді соңғы сұрақ. Біздің қандастарымыз қандай ерлік көрсетті? Қандай ерлік көрсетті? Нақты бір ғана мысал келтірейікші, мысалға Бауыржан Момышұлы, біздің батыр бабамыз. Ол кісінің ерлігін білеміз ғой, я? Және кімдерді айта аламыз? Ерлік көрсеткендер біздің қандастарымыздан. Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, я? Міне осы секілді біздің қандастарымыз, отандастарымыз біздің көзсіз ерлік көрсете білді дейміз. Жақсы, жарайсыздар балалар. Жақсы, олай болса, уақытымыз да таяп қалды балалар, я? Сабақты аяқтауымыз қажет, ол үшін сабақтың соңын әрине біз әдеттегідей рефлексиямен аяқтаймыз. Бүгінгі сабақтан сіздер не түсіндіңіздер, ал нені түсінбей қалдыңыздар, және нені білгілеріңіз келеді, соны анықтайықшы, я? Ал мен кезекпен сұрап шығайын. Маған жауап береді. Қазір Темірлан бүгін өте белсенді қатысты ғой, Темірлан, тұра ғой. Бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Аха, бүгінгі сабақта нені білдің? Бүгінгі сабақта Ұлы Отан соғысы туралы білдім. Мол мәлімет білдім, я? Жақсы. Өзіңді қалай бағалар едің бүгінгі сабақта? Тамаша. Тамаша деп бағалаймыз ба? Тамаша дейді. Жақсы, отыра ғой. Келесі, Айбек. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Неліктен ұнады? Себебі? Себебі мен Ұлы Отан соғысты білдім. Ұлы Отан соғысы туралы, я, қосымша ақпараттарды білдім дейді. Өзіңді қалай бағалайсың, Айбек? Тамаша. Тамаша деп бағалайды екен. Жақсы, өте белсенді оқушылар. Жібек тыңдайық, Жібек. Бүгінгі сабақта нені үйрендің? Мен Ұлы Отан соғысы туралы көп мәлімет білдім. Аха. Бүгінгі сабақ ұнады ма саған? Иә, Аха. Өзіңді қалай бағалайсың? Жақсы. Отыра ғой, Дамир. Сенің пікіріңді тыңдайық. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Аха. Не үйрендің сабақта? Мен Жаңа сөздер үйрендіңіз, я? Сонымен қатар мол мәтінмен танысты, я? Мол мағлұматқа кеңейдік. Жақсы балалар. Олай болса, уақытымыз болды, қоңырау соғылды. Үй тапсырмасын жазып алайық. 10-ші тапсырма 125-ші бет, я? Жақсы. Сабағымыз аяқталды. Тұра қоямыз. Тұрыңыздар. Сабақ үшін барлығыңызға көп рахмет балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.